Кеш болса да айтайын, мына Шерзаттың марқұмның ісі бойынша, Нұрқанаттың марқұмның ісі бойынша жаңағы түрмедегілер неге отырып алып туған күн тойлап жатыр, мен сендерге оларға түк болмайды. 1-2 жыл былай көз бояушылық болып отырады, сосын шығады олар. Жаңағындай юристтар, самкалар, инстаграмда олар телефон ұстаған үшін анау болады, мынау болады, бүйтеді, ол жай қалмайды деп. Жаңағындай неше түрлі генералдарын шығып сөйлеп жатыр, оның бәрі өтірік. Мен болған дейін айтқам, бұл кішігірім банда, бірақ ол кішігірім банданың үстінде жүйе отыр. Ол жүйеде мықты дейтін бір-бірімен байланысқан бүкіл оңтүстік Жамбыл, Қызылорда, Атырауға шейін генералдар бір-бірімен байланысып алған, олар президенттің бұйрығынан да еш нәрседен де қорықпайды. Ал халық алдына шығып, күдіктілер өйсті, бүйтті, жауапқа тартылады, тексереміз дейтін бәле, ол бәрі бос сөз, оның өзі біреуге тәуелді. Шындығына келген кезде. Тағы не айтайын деп едім мен? Бастысы мінекей осы. Сондықтан бізде әділдік бар деген әңгімені айтпай ақ қойыңызшы маған. Соттайтын сот 1 айдың ішінде сотталып жіберетін еді. Неге мысалы үшін шығып бір нәрсе айтқан журналистер 1 айдың ішінде 12 жылға, 7 жылға сотталып кетеді. Мыналар 4-5 ай болды, әлі соттары болмаған ба бір дүние. Сондықтан бұл сондай система, үкіметтің өзі былайша айтқанда бандадан құралған ғой, ана жақтан кремлевскийлер бұйрық беріп отыр, сондықтан бұл солай болады. Ал бұның бәрін өзгерту үшін қоғам ойы түгел өзгеріп, мынаның бәрін тамырымен құру керек, полный биліктегілердің бәрін кетіру керек.